Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде бүгін керемет есептер. Бұл есептер олимпиадада кездескен екен. Мұғалімдердің шығармашылық олимпиадасында мына үшінші есебіміз кездескен екен. Бұл есептерді шешудің анализдік әдісін пайдаланайын деп отырмын. Яғни алгебралық метод емес. Математикалық анализді білетін 10-11 сынып оқушылары үшін немесе студенттер үшін ыңғайлы. Яғни 88-дің 99 дәрежесі үлкен ба, 99-ның 88 дәрежесі үлкен ба. Енді бұны шығаруда бір керемет бір тактиканы пайдаланамыз. ln мен логарифм негізі e ln дегеніміз. Сонымен салыстырайық. Яғни логарифм қасиеті бойынша мына 99-да логарифм алдына жаза аламын. Түсіріп, бұл жерде 88-ді жазуға болады. Және бұл жерде 99 көбейту 88 деген санға бөліп жіберсек берілген сандарды, сол кезде бізде мынандай өрнек пайда болады. Так, мына жерде егер бөлетін болсақ, 88 көбейткен 99-ға 99-дар қысқарып кетеді, 88 қалады. Бұл жерде де дәл сондай 88 көбейткен 99-ға бөлетін болсақ, 88-дер қысқарып кетеді, 99. Енді осы жерде мынандай бір керемет бір анализдің пайдасы тиеді. Так, f от x функциясы ln x бөлінген x функциясын қарастырайық. Оның қай аралықта өсетіні, қай аралықта кемейтіні және монотондылыққа зерттейік. Біз білеміз, туындының қасиетін формулаларын жазып қойдым. Осы нәрсені пайдаланып, функцияның туындысын табайын. Осы формулаларды пайдаланып, функцияның туындысын жазайын. Яғни бөлшек u бөлінген v формуласын пайдалансақ, ln-ның туындысы көбейткен x минус x-тен туынды алдық. ln x бөлінген x квадрат. Бұл жерде x-ның туындысы 1, ln x-ның туындысы 1 бөлінген x. Соны жазайын. Және бұл жерде x пен x қысқартатын болсақ, ол кезде бізде мынандай бір өрнек пайда болады. 1 минус ln x бөлінген x квадрат. Енді бұл дегеніміз функциямыз 0-ден үлкен деп жазатын болсақ, ол аралықта функциямыздың өспелі екенін көруге болады. Және өспелі қай аралықта өсетінін функциямыз қарастырайық. X квадрат оң сан қабылдайтынын ескерсек, 1 минус ln x-міз 0-ден үлкен, және бұл жерде x-ті табатын болсақ, x 0 мен e аралығында функциямыз өседі. Және функция кемейді қай аралықта? 1 минус ln x 0-ден кіші болса, функциямыз кемелі. Яғни, мына нәрсені түсіндіріп кетейін деп отырмын да, бұл жерде берілген функциямыз e деген санымыз примерно 2,71 болса, функциямыз осы жерге дейін өседі, функция келеді, өсіп. Осы жерге дейін келеді, негіз графикті үлкейтіп түсіндірсе. Так, e деген санға дейін өседі функциямыз, содан кейін кемейді, монотондық түрде кемейді функциямыз. Енді бұл жерде айтатын нәрсе тағы біздегі берілген сандарды байқайық. 88 бөлінген 88 үлкен ба, ln 99 бөлінген 99 үлкен ба деген қарастырайық. Егер мына жердегі функцияны айтатын болсақ, мысалы 4 бөлінген 4 үлкен ба, ln 6 бөлінген 6 үлкен ба десе, ln 4 бөлінген 4 үлкен болады, себебі функция кемелі болып тұр, мына кемелі. Яғни функциямыз кемелі. Сол үшін бізде ln 88 бөлінген 88-іміз үлкен болады. Яғни 88-дің 99 дәрежесі 99-дің 88 дәрежесінен үлкен деп айта аламыз. Енді екінші есепті дәл осы сияқты әдіс, дәл осы методты пайдаланып шығаруға болады. Алайда үшінші есебіміз шамалы басқаша. Ол жерде проблема бар. Так, екінші есепті де жазайық. Мысалы
функциямыз мына жерге дейін е деген санға дейін өседі функциямыз, е деген санға дейін өседі функциясы, содан кейін кемиді функциямыз. Функцияның графигінен байқасақ болады, функция кеммелі. Және мына жерде мысалы 2000 мына жерден 2022 бар деп айтатын болсақ, мына жерде 2023 бар деп есептесек, 2022 2023-тен үлкен болады. Функцияның мәні f функциясының мәні f сол нәрсе үлкен болады. Сол нәрсені пайдаланып 2022-ның 2023 дәрежесі 2023-тің 2022 дәрежесінің үлкен екенін дәлелдеуге болады. Алайда мына үшінші есепте шамалы бір проблема бар. Сол нәрсені не қылайық, талдап жіберейік. Так, қарайық. Бұл жерде пи деген санымыз 3,14 жуық мәні, 3,14 жуық мәні, пи. Так, енді е деген санымыз 2,71 жуық мәні, 2,71 е деген санымыз, және 2 деген санымыз мына жерде тұрған сан, 2 деген сан. Осы нәрсені бағалауымыз керек. Бізде қарасақ, мысалы мына түрде жазсақ, ln пи бөлінген пи үлкен ба, ln 2 бөлінген 2 деген. Бізде мынандай болып тұр функциямыз. Функция, так, мына жерде е деген сан болса, 2 дегеніміз мына жерде болса, және пи дегеніміз мына жерде жазсақ, функциямыз өседі, еге дейін, еден кейін кемейді. Содан бізде 2 үлкен ба, пи деген мәні үлкен ба, 2 деген мәні үлкен ба функцияның. Сол нәрсені анықтау. Егер біз мына жерде 4 деген санмен жазатын болсақ, біз функцияның мәні 4 пен пині салыстыратын болсақ, пи деген сан үлкен екенін айтуға болады. Ал бізде 2 болып тұр. Бізде осы жерде бір қитұрғы әрекет жасап кетеміз. Хитрысты пайдаланамыз. Біз ln 2 бөлінген 2-мізге 2-ні көбейту арқылы, яғни бөлшектің бөлімі алымына 2-ні көбейту арқылы, біз мына 2-ні төбеге шығаратын болсақ 4 болады. 2 көбейту 2-міз 4 болады. Сонда ln 4 бөлінген 4 пен пиді салыстырамыз. Сол кезде функциямыз еден кейін функциямыз кемейтінін ескерсек, және функция кемегеннен кейін пи деген мәні 4-тегі мәнінен үлкен болады. Яғни бұл жерде айтатынымыз ln пи бөлінген пиіміз үлкен ln 4 бөлінген 4-тен, және пидің квадраты үлкен болады 2-нің пи дәрежесінен деп. Осылай математикалық анализді қолданып, осындай есептерді дәлелдеп тастауға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса, комментарийді күтемін. Лайк басып, қолдау көрсетіп отырайық.